Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, құрметті тыңдармандар. Өткенде бір сұрақ қойған едім, сіздерге білгілеріңіз келеді ме деп. Тәлфиқ деген сөз не? Сол мәселені сіздермен бөлісемін деп айтқан едім. Бүгін сәт салып, бұйыртса иншалла сіздерге тәлфиқ мағынасын және оның түсіндірмесін ашып беруге, түсіндіріп беруге иншалла тырысамыз. Алла Тағала бәрімізге пайдалы білім алуды нәсіп етсін, және пайдалы алған білімімізге амал етуді нәсіп етсін. Қазір кезде барлықтарымыз білеміз, көп адамдар білімсіздіктің салдарынан қаншама бір қателіктерге түсіп қойып жатқанын білеміз. Тәлфиқ бүгінгі айтайын деп тұрған тақырыбымызда дәл сондай нәрсе. Тәлфиқ деген сөз не ол? Тәлфиқ араб тілінен ләфәқа сөзден шыққан, яғни ләфәқа сөзі байлау, ұластыру, жабыстыру деген мағынаны білдіреді. Енді не нәрсені байлау, не нәрсені ұластыру, не нәрсені жабыстыру? Шариғатта көптеген ғалымдардың көзқарасы бойынша айтады, тәлфиқті мазхабтардың арасында қолданылады. Мысалы ретінде дейді: Ханафи мазхабы бойынша қан дәретті бұзады, ал Шафии мазхабы бойынша қан дәретті бұзбайды. Сөйтіп бір адам Ханафи мазхабын ұстап келді де, қолы қанап кеткен еді, ол адам қолының қанын көрді, мен Шафии мазхабымын деп, сол жерден Шафии мазхабына өтіп кетсе, бұл не болады дейді. Ғалымдардың көбісі бұл нәрсені дұрыс емес деді. Өйткені тәлфиқ қылу, мазхабтың арасына тәлфиқ ету, ол нәпсісінің ұнаған, яғни нәпсісінің құлы болғандығына дәлел деді. Өйткені нәпсің нені қалады? Жаңа қанды тоқтатып барып намаз оқуды сен өзіңе ауырсындың да, Шафии мазхабында қан дәретті бұзбайтын еді ғой деп, сол жаққа әпсетте секіріп кете салу, бұл дұрыс емес деді. Шариғат бұл нәрсені қайтарды деді. Енді басқа да мәселелер бар. Мысалға, имам Абу Ханифа мазхабы бойынша аятта ла мастумун ниса, ау ла мастумун ниса, әйел азаматты ұстау, немесе ләмс сөзі негізі ұстауға деген мағынасы. Ләмс деген сөз ұстау, сипалау келеді мағынасы. Аяттағы ау ла мастумун ниса деген аятты имам Шафии мазхабы не дейді? Ау ла мастумун ниса, әйелге, бөтен әйелге еркектің бүйтіп тиіп кетуі, яғни денесіне жанасуы, бұл дәретті бұзады деді. Имам Абу Ханифа айтады, бүйтіп тиіп кету ол дәретті бұзбайды. Ол жердегі әл-ләмс сөзі бірін-біріне тию емес, жаңағыдай не істеу, аты дейді ғой, жыныстық қатынасқа түсуді айтты деді. Жыныстық қатынасқа түсу деген тәпсірде солай беріледі. Сонда имам Шафии мазхабы қажылыққа баратын болса, дәл қазіргі кезде де қажылыққа баратын болса, имам Шафии мазхабы қажылыққа барған кезінде имам Абу Ханифа мазхабына өтеді. Сол амалында ғана жаңағы ләмс деген сөзді дәрет, әйелге еркектің денесі тиіп кеткен кезде дәрет бұзбайды деген ұстанымға, сол көзқарасқа имам Шафии мазхабының адамдары өтеді. Өйткені қажылық қылып, сонша миллиондаған адам арасында айналған кезінде бөтен әйелге тиіп кету қаупі өте жоғары. Сондықтан да дәретке қарай жүгіре беру қиын, қажылығын өтей алмай қалуы өте қауіпті. Сондай қауіп жағдайы бар. Сондықтан да олар айтады, имам Абу Ханифа мазхабына өтеміз осы жерде дейді. Енді ғалымдарымыз не дейді бұл мәселеге? Бұны тәлфиқ деп айтады. Яғни бұл жерде имамдар айтқан, бұл рұқсат етілетін дүние деді. Бұл тәлфиқ қылудың бұл жолы ол рұқсат деді. Өйткені бұл қажеттілік болғандықтан деді. Онсыз қажылығын өтей алмай қалу бар деді. Өтей алмай қалады андар онсыз. Сондықтан да бұл жерде қажеттілік болғандықтан имам Шафии мазхабын ұстанушылар осы жерде Абу Ханифа мазхабының көзқарасына өтуіне рұқсат деген. Ал бірақ басқа мәселелерде, жаңағы дәреттегі мәселесіне, тағы сондай мәселелерге келген кезінде тәлфиқ қылу бұл шариғатта дұрыс емес, ол нәпсісінің өзіне ұнағанының артынан жүгіру деп айтқан екен. Сондықтан да құрметті бауырлар, тәлфиқ сөзін біліп алдыңыздар. Тәлфиқ шариғатымыз бойынша кейбір сондай бір
дарурат болған жағдайда ғана рұқсат етілсе, мазхабтан мазхабтың көзқарасын алу, ал басқа жағдайларда бір мазхабта жүріп екінші мазхабқа секіріп кету шариғатымызда қатаң түрде тыйым салынған екен. Сондықтан да тәлфиқ деген сөздің мағынасын білдіңіздер, ол жабыстыру, байлау, бір жерден екінші жерге өту, мазхабтан мазхабқа секіру. Алдағы уақытта бұйыртса сіздермен тағы да шариғатымыздағы осындай терминдермен таныстырып отырамын. Шамамыз келгенше, білесіздер, алдыңғы тақырыбымызда біз татарруфты түсіндіріп өткен едік сіздерге. Енді бүгінгі кезде біз сіздерге тәлфиқ сөзін түсіндіріп өттік. Иншалла Алла Тағала баршамызға амандық берсін, дендерімізге саулық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Егер сұрақтарыңыз болса, жекеге жазып сұрақ қойсаңыздар болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.